Қазіргі таңда адамдарда қатыгездік пайда болды ғой. Қатыгезбіз ғой қазір бәріміз. Бір-біріміздің үйіне қонаққа баруға қойдық. Көрші көршімен қазір общенияны қойдық қой. Көрші көршімен араласуды қойдық қой қазір. Бауырлармен туған туысқандарды айтпай қояйын мен. Бауырлармен туған туысқандар үшін сен ата заман өмір бақи жамансың. Сен тек көтерілген кезде ғана, сен байыған кезде ғана керексің. А сен қалтаңда түк жоқ болған кезде сен ешкімге керек емессің. Сен ана жолда жатқан біреусің айтыр. Бопты, аман болсыншы дейді, басқа не дейді? Басқа ешнәрсе демейді. А ол сен қалай көтеріліп жатсың, қалай не істеп жатсың, ешкім шаруасы жоқ қазіргі таңда. Сен ертең даже көтеріліп кететін болсаң да сенің артыңнан сөгеді қазір. Ана ұрлаған, бүйткен, сөйткен, үйткен, бүйткен деп. А сен үшін қуануды қой, адам қуануды қойды қазір. Біреу үшін қуанбаймыз қазіргі таңда біздер. Наоборот, тапит етеміз. Өртеніп тұрса үстіне келіп шелек құйып жібереміз. Өшіп қалса екен мынау түтіндемей деп. Біреудің үйіне қонаққа барсаң да, дастархан бетінде отырғанда сенен жақсы адам жоқ. Сен қалтаңда бар болса, төрге шығарып қояды сені. А сен шығып баратқан кезде артыңнан сөгіп жібереді сені. Сен мынандай, анау мынандай деп бір-біріне өсектеп. Міне қазіргі таңда осындай болдық. Қатыгездік болдық біздерде. Бір-бірімізге жанымызды ашуды қойдық қазір. Әйтеуір сенікі дұрыс деп қоямыз, болды. Самый главное, қасымдағы достығым айырылмаса болды екен. Анада бар ғой, пайда бар ода. Ақша тауып, одан бір ақша аламыз, бүйтеміз, сөйтеміз, береді ол. Ода бар ғой дейді. А ол сол ақшаға қалай жеткен ешкім шаруасы да жоқ. А сол кезде жоқ болып қалсын, сенен ешкім қарызға да ақша сұрамайды ғой. Қасыңа жоламайды да, бай. Все, у него нету уже. Болды, айналады да кетеді сені. Қазіргі таңда кім звондап сенің қал жағдайыңды конкретно сұрап жатқан? Қалайсың, родной, амансың ба деп шын жүрекпен қал жағдайыңды сұрап жатқан кім? Ешкім. Қалайсың ба, родной, амансыңдар ма деп жатқан кезде уже шынымен біліп тұрасың. Значит, бірдеңке сұрайын деп тұр екен ғой мынау. Значит, бір қарызға ақша сұрайын деп тұр, басқа не сұрайын деп тұр. И точно ана жақтан бір проблема бар еді, братан, көмектесіп жібересің ба? Қазір сондай болды. Ол біле тұра, сенде жоқ екен, біле тұра, ол саған звондамайды. Неге? Өйткені сенде жоқ. Сен немен көмектесесің оған? Дым нәрсемен көмектеспейсің. Міне қазіргі таңда осылай болды ағайын. Осындай қатыгездік болды адамдарда. Аманшылықта, күндеріңізге сәттілік.